Құрметті ағайындар, бүгін ұлы қазағымыздың дәстүрі ретінде мынау төсті күйеу балаға тарту жайлы ойымды айтқым келіп отыр. Кейбір кісілер сұрайды, неге төс тартылады? Неге именно төс деген секілді? Төс дегеніміз енді біріншіден майы жүрекке тимейді. Оны енді ұғымдап былай кішкене күйеу баларыңыз төстей майлы болсын деп ырымдайды. Екіншіден сол төс бірінші есік аттағаннан кейін, төс тартылып болғаннан кейін күйеу баланың мәрттігін көрейік дегендей қылып, өзінің мәрттігін көрсетіп, күйеу бала тостақанды толтырады, енді туын тастайды. Жалпы ең бірінші үлкен ұғым төсте. Қазағым ұлы халық қой, айтып кететін нәрсе бұл төсте. Ученый ғылым кісілердің өзі дәлелденіп отыр. Ер адамның кәдімгідей беліне үлкен көмек жасайды екен. Сол үшін қазағымыз күйеу баласын белді болуын тілеген, белді болуына. Екіншіден енді аңыз бойынша, мынау енді әдемі сөзбен айтып кететін болсақ, екі қабырғалы елді төс біріктіріп, сенімді болу үшін деп осы төсті беріп отырады. Төс енді күйеу баланы пайғамбар сыйлаған деп айтып жатады қазақ. Ол рас, дегенмен қай қазағым қызының бақытсыз болғанын тілейді, бәрі бақытты болсын деп тілейді. Сондықтан да төс жемеген інілер, бауырлар, төс жеуге Аллахым бұйыртсын сіздерге. Төс жеп бақытты болыңыздар. Әлі төс жеп жүрген жігіттерде сіздер де бақытты болыңыздар. Осы білмесеңіздер біліп, елге айтып жүріңіздер қазағымызға. Әр қазағым үйінен жеті үзілмесін ағайын. Сау саламат болғанша.